Жетінші планета Уран үлкендігі бойынша күн жүйесінде Юпитер мен Сатурннан кейінгі үшінші орынға ие. Оның диаметрі жердікінен шамамен 4 есе үлкен. Аталған екі алып ғаламшар сияқты Уран да негізінен сутегі мен гелийден тұрады. Бірақ қатып қалған су, аммиак, метан тәрізді мұз күйіндегі заттар да көп. Сол себепті Уранды кейде мұздалып деп атайды. Уран күннен ең қашық планета болмаса да, ол күн жүйесіндегі ең суық атмосфераға ие. Мұндағы температура Цельсий бойынша минус 224 градусқа дейін төмендейді. Нептунмен салыстырғанда Уранның ішкі қызуы аз. Нәтижесінде қуатты дауылдар ұйтқып жатқан басқа газдалыптармен салыстырғанда Урандағы ауа райы біршама тыныш. Кезінде Уранды күн жүйесінің ең жайбарақат планетасы деп атаған. Ауа райы жыл мезгілдері ауысқанда ғана құбылады. Уран күннен 3 миллиард километр қашықтықта, және оның орбитасының ұзындығы сонша, оған күнді бір айналып шығу үшін 84 жер жылы қажет. Бұл 4 маусымның әрқайсысы 21 жылға созылады деген сөз. Уран сондай-ақ жермен салыстырғанда әлдеқайда қатты еңкейген. Уран қатты еңкейгені сонша, орбитасын жантайып жатып айналатын жалғыз планета. Ол сондай-ақ басқаларына қарама-қарсы бағытта үйірілетін екі планетаның бірі. Екіншісі шолпан. Планета білігінің мұншалықты еңкею әсерінен Урандағы маусымдық өзгерістер тым зор. 17 сағаттық тәуліктік үйірілуге қарамастан, қыста және жазда ғаламшардың жазғы жағы үнемі күнге қарап тұрса, қысқы жағы әрқашан басқараңғы. Көктеміне күз келгенде планетаның 21 жыл күн көрмеген аймақтарына жарық түсіп, ауа райы өзгере бастайды. Салдарынан дауылдар мен бұлт түзілу артып, жылдамдығы сағатына 900 километрге дейін жететін жел тұрады. Уран тұсынан бұрын соңды бір ғана ғарыш аппараты ұшып өтті. 1986 жылы Voyager 2. Ол кезде Уранның солтүстік жарты шарында қыс болатын. Сондықтан Voyager 2 түсірген суреттерден бір тегіс дерлік көкшіл планетаны көреміз. Одан бері Урандағы жыл мезгілдері ауысты да, қызықтырақ ауа райы көрінісі байқала бастады. Бақылауға өте қолайлы жағдайда Уранды жай көзбен көру мүмкін болса да, ертедегі адамдар оның планета екенін білмеген. Өйткені ол тым бұлыңғыр және өте баяу жылжиды. Оның жұлдыз емесін алғаш 1781 жылы сэр Уильям Гершель анықтады. Осылайша Уран телескоп көмегімен ашылған бірінші планета. Гершель оны алдымен 3-ші Георг патшаның құрметіне Георгиум Сидус немесе Георг жұлдызы деп атаған екен. Бірақ басқа астрономдар планетаның атауы өзгелері сияқты көне аңыздарға арқа сүйеуі қажет деп санады. Грек мифіндегі аспан құдайының құрметіне берілген Уран атауы 70 жыл өтпей-ақ кең қолданысқа енді. Уранның 13 бұлыңғыр сақина мен 27 серіктен тұратын өз жүйесі бар. Гершель Уран сақинасын көргенін алғаш сонау 1789 жылы мәлімдеген. Алайда сақиналар бар 2 ғасырдан соң барып 1977 жылы дәлелденді. Планетаның 5 ірі серігінің 2-ін Гершельдің өзі тапты. Ал кейбір кішкентай серіктер 21 ғасырдың басында ғана ашылды. Бұл жұмбақ планетаның енді қандай жаңалық ұсынары белгісіз. Бірақ ғалымдар оны одан әрі зерттеп бақылауда. Жанбастап жатқан ғаламшар Уран жайлы айтарымыз осы. Келесі кездескенше